Подруга маған дуа жасады деп маған консультацияға бір келіншек келеді. Отбасында ұрыс керіс, ақша жетіспеушілігі кредитке кіріп кеткен. Бұл келіншектен сұраймын, енді сіз оны қайдан білдіңіз, құрбыңыз жасағанын, ол туа шынымен де болды ма дегенде, мен балгерге бардым. Сол балгер сенің құрбыларыңның ішінде шашы қара, ұзын келген қыз саған осыны жасады деген. Соны естігеннен кейін бұл адамда осы мәселе басталған, қарым-қатынасы дұрыс емес, үйінде ұрыс керіс, ақша жетіспеушілігі деген сияқты. Енді айтарым, ешқандай да балгерге барудың қажеті жоқ. Өйткені сіздерге осындай жайттарды айтқан кезде бұл бізде, тіпті сіз сенбесеңіз де, ол бізде бейсанаға программа ретінде жазылады. Өзіңізді өзіңіз программалайсыз, сол жайтқа өзіңізді өзіңіз түсіресіз. Бұл жерде тіпті сіздің құрбыңыз сізге ондай жасамауы да мүмкін. Бірақ сіздің саналы түрде оған сенбесеңіз де, бейсанаңыздағы сол программа міндетті түрде орындалады. Және де ол балгердің оған айтқаны, сені мектепте кезінде саған дуа жасаған. Өзіңіз ойлаңызшы, мектепте адам сабақ оқып жүреді, ешкімге біреуге дуа жасау деген, ол мектеп оқушысында ешқандай да келмейді ғой. Бұл клиентте енді біз сол түпкі санаға жазылған сол программаны жұмыс жасап, қайдан келді, сол программаны өзгерткеннен кейін өмірінде өзгеріс басталды. Егер сіздің өміріңізде де осындай бақсы балгерлерге барып, өзіңізге осындай үрейленіп жүретін болсаңыз, консультацияға жазылыңыз, ол программаны өзгертуге болады. Бастысы айтарым, ешқандай да балгерлерге барып, өздеріңізді үрейге түсірмеңіз. Ал консультацияға жазылу үшін төменге бір санын қалдырыңыз.